Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алматыда пәтерді жалға алу бағасы 50,7%-ға өсті. Елімізде бір жыл ішінде жаңа тұрғын үйлер бағамы 14%-ға өскен. Ұлттық статистикасы бюросының мәліметінше, 2023 жылға қаңтарда өткен жылға сәйкес кезеңмен салыстырғанда қолданыстағы пәтерлердің қайта сату бағамы 18,7%-ға, жаңа тұрғын үйлердің сату бағамы 14%-ға өсті. Абаттандырылған тұрғын үй жалға беру төмен өткені жылға тиісті айымен салыстырғанда 2023 жылға қарағанда 34,3%-ға өскен. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосыңыздар.